Ақын, екінші дүниежүзілік соғыс ардагері Жұмағали Сайын 1912 жылы бұрынғы Көкшетау облысының Арықбалық ауданында дүниеге келген. Әке-шешесі жаста қайтыс болып, балалар үйінде тәрбиеленеді. 1927 жылы 7 жылдық мектепті бітіріп, ересек адамдардың сауатын ашу мектебінде сабақ береді. Осы кезден бастап жазуға икемділігі барын танытып, өлеңдер мен мақалалар жаза бастайды. 1928-31 жылдар Көкшетау ауданында ауылдық мектепте мұғалім болып жұмыс істейді. 1931 жылы Алматыға келіп, Абай атындағы Қазақ педагогика институтына түсіп, бірер жылдай оқып, денсаулығына байланысты аудандық оқу бөлімінің меңгерушісі болып Қарсақбайға кетеді. 1934 жылы Алматыға оралып, Лениншіл жас газетіне оралады. Ақындыққа беріліп, 36 жылы Бақыт жыры атты тұңғыш өлеңдер жинағы басылады. Осыдан бастап шығармашылық ісіне беріле қызмет еткен Жұмағали Сайын Алтын таң атты өлеңдер жинағын жариялайды. Досыма хат, Күләнда атты поэмалар жазады. 1936 жылдың ақындық Бақыт жыры, Алтын таң атты кітаптар шығады. 1941 жылы Ұлы Отан соғысы басталғаннан кейін әскер қатарына шақырылған Жұмағали Сайын атқыштар ротасында саяси жетеншілік қызметін атқарады. 42 жылдың жазында болған қатты ұрыстарда жараланып, жау басын алған жерде қалып, жергілікті партизандар отрядымен байланыс жасайды. Соғыс салған жараға айыға алмаған ақын 1961 жылы 49 жасында қайтыс болады. Соғыстан кейін Жұмағали өлеңдері негізінен бейбіт еңбекті, колхозды ауылдың жаңа жылдарын, тың игерушілерді, ұлы халықтар достығы мен бейбітшілік жолындағы күресті, туған елдің табиғатын жырлауға арналды. Ақын өмірдің өзекті мәселелерін бәрінде үн қосып отырды. Ақынның шығармашылық жолға түсуіне көкше елінің ақындық, әншілік дәстүрі әсер еткені даусыз. Ол туған жер топырағының сұлулығын жанына жұбаныш етіп, жетім бала тағдырына саналы ғұмыр дарытқан табиғат тылсымына құлақ түсіреді. Қарамашы, қадамашы көзімді, ет жүрегім темір емес төзімді. Ұшқын едім, жанып кетсем күйдірер, мені ая сәулем өзіңді. Ойлашы өзін ақылдым, үнсіз ғана мені қайда шақырдың. Терең сырлы көздерінің түбіне бірте-бірте батып бара жатырмын. Жаудыратпа мөлдір қара көзіңді, ая мені, ая сәулем өзіңді. Жан түбінде ұйықтап жатқан арыстан, боларсың мерт, оятпашы сезімді. Ойлашы өзін ақылдым, үнсіз ғана мені қайда шақырдың. Тыныш еді неге дауыл тіледің, неге мені тұңғиыққа батырдың.